Бүгін 12 қаңтар мемлекет және қоғам қайраткері Дінмұхамед Қонаевтың туған күні. Атамыз туралы қызықты ақпараттар. Дінмұхамед Қонаев КСРОда ең биік саяси лауазымға ие болған алғашқы қазақ. Ол КСРОның ішкі және саяси сыртқы саясатын басқаратын 15 мүшелік политбюро мүшесі болған. Отбасында 11 баланың төртіншісі. Бойы 198 сантиметр, 46 өлшемдік аяқ киім киген. Қонаевтың жеке күзетшілер болмаған. Басқалары жеке күзетшілермен жүргенде, Қонаев жай ғана таңертең жұмысына жаяу барып келіп жүрген. Хоббиі қару-жарақ коллекцияланған, аңшылықты ұнатқан. Академик шен үшін 340 рубльдік төлемақыдан бас тартқан. Шағын пәтерінде қазір мұражай 24 жыл өмір сүрген. Пәтер ауданы 200 шаршы метр. Кезінде Леонид Брежнев, КСРО басшысы, Алматыға бірінші рет келіп, Қонаев үйіне қонаққа келеді. Пәтерін ары аралап, бері аралап, бар дүниең осы ма? Деп таңданады. Ақпараттар интернет желісінен алынған.